қаншама 15 республиканың ішінен мен осы Олимпиада ойындарына шығу үшін бірінші Түркі Совет Одағының чемпионы болып барып, әрең дегенде 30 жасымда бар мен Олимпиада ойындарына бардым. Сөйтіп алтыннан алқа тағып, қазақ халқының кім екенін дүниеде таныттым. Мен тарих деген осы болып қалды. Одан кейін бар мен әлем чемпионы болдым, әлем кубогының иегері болдым. Үлкен жетістікке жетіп, қазақ елінің намысын бүкіл дүниесіне жайдық. Бір нәрсе мәрте Совет Одағының жеңімпазы болды. Ешкім айтқан жоқ. Олимпиаданың дүние жүзінің чемпионы болды. Оны да ешкім айтқан жоқ. Міне қазір сіз айтып тұрсыз. Енді Қытайға келсек, Қытайларда осы былтыр маған мынау жайлауға келіп, 1000 жарым бас менде осындай бұқалар болған қазақтың ақбас сиыры. Соған келіп айтады да, біз алайық, осындай экспортқа өткізсеңіз келісіп шартқа отырайық деп. Мен бірақ айттым оларға, жарайды, отырайық, бірақ менде қазір 5000 ірі қара болса, сіздерде 5000 ірі қара қосыңыздар да бірігіп істеп жер жетеді Қазақстанда. Сөйтіп барып экспортқа сіздерге жіберейік дедім. Мінекей менің ойым сол. Сондықтан да бірігіп, сол шетелмен бірігіп істесек, сонда ғана біз ұтамыз. Осындай қазақтың жаңағы төрттілігін асырап отырғаннан кейін, оны жастарға үлгі ретінде мен жаңаға бағып отырғаннан кейін, соны бағалай отырып, осындай үлкен алтын жұлдызға ие болдым. Оның барлығы осы құрмет. Сондықтан да біз еш уақытта жұмыстан қашпауымыз керек, қайта біз осы атаулының кәсібімен айналысуымыз керек. Сонда ғана біз өзіміз кім екенімізді, дүниежүзіне егемендікпенен біз қандай халық екенімізді көрсете білуіміз керек. Сондықтан да жол ашық, ауыр, бірақ нәтижесі мол. Осылай мен алған құрметке сіздер де соған жетіңіз деп тілеймін. Қазақтың ақбас сиырын біз ары қарай дамытуымыз керек. Қазір мына Ресейде, одан кейін көрші мемлекеттеріміз Қырғызстан, Өзбекстан, солардың бәрінде де біздің қазақтың ақбас сиырын мәпелеп бағып жатыр, етті бағыттағы. Сондықтан да біз өте қуаныштымыз. Қазір біздің 250 мыңдай ірі қара бар, ал былай ол палатадағы. Ал былай қарасаңыз, 350 мыңнан да асатын қазіргі Қазақстанда осындай малымыз бар. Әрине, сондықтан да біз ең көп бізде осы қазақтың ірі қараның ішіндегі етті бағыттағы ең көбі біздің осы қазақтың ақбас сиырлары. Сондықтан да сіздер бірге биыл 70 жылдығын тойлаймыз. Бүкіл халық болып, ол өзіміздің енді төл жаңаға түпкі біздің етті бағыттағы ірі қараның бірі. Сондықтан да біз осы 70 жылдықты бәрімізде бір баланың аласындай, бір ананың баласындай, бәрімізде осы тойды бірге тойлауымыз керек. Сондықтан да уақытысын әлі белгілейміз, айтамыз, барлықтарыңызды соған шақырамыз.